осы джинсы шалбар бар дейді, иә. Джинсы шалбар көк, ода цвет сипат болатын болса, о көк болып тұрады, ақ сипат болатын болса, ақ болып тұрады, дұрыс па? Енді айтады, егер ол сен жумай тұрған кезде көк болып тұрды. Так, енді жуғаннан кейін ақ болған кезде көк кетті ғой, ақ келді. Өзінде көк кеткен кезде көктің соңы бар. Ақ, бірақ көк болған кезде болмады. Демек, ол кейін келген кезде басы бар. Демек, көктің аяғы бар, ненің ақтың басы бар. Сен тұрды ағарғаннан кейін бір күні, мен тағы бұны көкке айналдырам дедім. Сен көк цветпен қайттан перволмен жуында көкке айналдырдың. Осы кезде ақ кетеді да көк келеді, иә? Бірақ зат тұрма орнында, джинсовый шалбар тұрма орнында. Иә, тұр, айта беріңіз. Иә, демек, сипаттардың получается көктің де ақтың да басы бар, соңы бар, дұрыс па? Дұрыс. Иә, енді не басы бар, не соңы бар, бұл жаралған деймін. Осыған келісесің ба? Жаралған? Иә. Жаралған деген сөзді қалай қолданады, мен түсінбеймін ол. Пайда болған деп айтамыз ба, или қалай? Жаратылған да, әйтеуір. Жоқтан пайда болған да, әйтеуір. Жоқтан пайда болған? Иә. Ол алдында жоқ болған, кейін болған деген сөз ғой. Енді мен саған айтып тұрмын, жаңа көк цветің кеткен кезде, ақ цвет келген кезде, ақ цветтің басы болып тұр ма? Иә, бар болып тұр, иә. Енді бұл, демек басы бар. Енді мен айтамын, не басы бар, не соңы бар, жаралған деймін. Келісесің ба? Жоқ, жаралған деген мен келісе алмаймын. Не, сен ойынша ол не деп айтамыз? Ол не басы бар, не соңы бар? Жаралған деген сөзді қалай қолданады, мен білмеймін. Ол жаралған деген әңгіме қазір жаралған. Сен қарашы, сен 94-сің. 94-тің алдында сен болдың ба, болмадың ба? Жоқ. Демек 94-та пайда болдың, дұрыс па? Басың бар. Енді сен бір айтайықшы, бір 100-де ма өлесің, иә, иншалла, ғұмырың ұзақ болсын. Сол кезде соңың болады, иә, дұрыс па? Дұрыс. Иә, енді сен жаралғансың ғой. Мен пайда болғам, иә. Иә, пайда болғансың, жақсы. Енді айтып отырмын мен саған, демек, пайда болған, қандай да бір зат, оның ішіне джинсовый шалбар, сипатсыз болуы мүмкін ба бір зат? Сипатсыз. Джинсовый шалбар ма? Жоқ, болмайды. Иә, сипатпен болады, демек. Енді біз айтып отырмық. Демек, не қандай да бір зат біреуге мұқтаж болатын болса, ол мұқтаж болған заты пайда болған болатын болса, ананда пайда болған қылады оны. Өйткені не мұқтаж пайда болғанға, ол да пайда болған. Келісесің осыған? Енді біз айта аламыз, егер әрбір әлемде әрбір зат енеден және сипаттан тұратын болатын болса, енді сипат деген бұл пайда болатын нәрсе болатын болса, пайда болатын нәрсе ана затта автоматически не мұқтаж пайда болған нәрсеге онда пайда болатын болса, демек әлемің сенің пайда болған, дұрыс па? Өйткені әлем біз зат пен сипаттан тұрады деп жатырық. Әлем пайда